Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен. Бүгінгі құрметті мейманымызбен таныстыра өтейін. Ұлағатты ұстаз, сен қалаған әке кітабының авторы Баян Бекетай. Баян ханым, сізді ортақ шақырамыз. Қайырлы таң. Көңіл-күйіңіз қалай, Баян ханым? Керемет. Құрметті көрермен, Баян ханым біз үшін таңғы фреш бағдарламасы үшін Щучинск қаласынан арнайы келіп отыр. Сізге алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Сұхбат бастауға дайынсыз ба? Дайынмын. Нұрлан мырза, шақырғандарыңызға көп рахмет. Жақсы сұхбат болады деген сенімде. Оған еш күмәнім жоқ. Құрметті көрермен, экран алдынан алыстамаңыздар. Қызық сұхбаттан құр қалмаңыздар. Баян ханым, тағы да қош келдіңіз. Енді әуелгі сөзді өзіңізден бастасақ, жалпы жаңа ұлағатты ұстаз деп сізді таныстырып отырмыз. Бұған қалай келдіңіз? Енді жас кезімнен, бала кезімнен ұстаздыққа деген өзімнің бейімділігім болған шығар. Айналадағы балалардың барлығын жинап алып, солардың ортасында апай болып, соларға сабақ үйретіп, жалпы үйретуді жақсы көреді екенмін кішкентайымнан. Сондықтан сол мына ұстаздық қызметімен байланысып, сол мамандыққа келген жайым бар. Щучинск қаласында сіздер білесіздер, жалпы ол жердің халық санын қарасаңыздар, қазір 60-70% орыстанған. Соның ішінде 11 орыс мектебінің ішінде жалғыз осы уақытқа дейін 50 жыл бойы келе жатқан жалғыз қазақ мектебі бар. Жарты ғасырға аяқ басты. Міне сол жалғыз қазақ мектебінде мен жұмыс жасаймын. Сол бір жаңағы орыстанған ортада қазақтың балаларын, қайтсек осы қазақтың балаларын ұлттық болмысын жоғалтпай, тілдерін шұбарлатпай, өзінің жаңағы қазақ екенін, қазақтың ұлы екенін, қазақтың қызы екенін танытатындай дәрежеде жұмыс жасау үшін біз мәңгілік ел идеясы мектепте деген бір жоба жасадық. Қазір 5 жылға қадам басты. Бұл жобаға басшылық жасайтын Алматы қаласындағы Абай атындағы ұлттық университеттің профессорлары, сол кішкентай ғана қара шаңырақтан шыққан бала Францияда өздері өзіміздің қазақтың саумалынан жасалған жаңағы балмұздақты ғылыми жоба ретінде жасап, сол Францияда паш етіп бірінші орынға ие болды. Одан Кореяға апарып жас ғалым конкурсында осыны таныстырып, біз енді Бурабай сондай бір шөбі шүйгін жер ғой, ол жерде жылқы шаруашылығы да бар. Сол бір құндылықты өздері бір жаңа ғылыми жоба ретінде, зерттеу ретінде өмірге әкелді. Балсаумал деген балмұздақты соны Кореяда таныстырып, міне қазақтың баласы деген. Естуіңіз бар ол. Осындай дәрежеге жетіп жатыр. Бұның негізі қайдан басталды? Бұның негізі сол жобадағы бағыттар байланысты. Яғни әрбір ұстаз, біз осы жерде қызмет ететін ұстаз, жаңашылдықпен қатар осы ұлттық құндылықты қатар алып, балаларға бойына сіңіруге тырысып жүрміз. Ол сабақ барысында, ол сабақтан кейінгі уақыттарда. Дүниежүзілік тайци және цигун күні ашық және тегін сабақтар өткізіледі. Мерекелік күнге орай елордада арнайы тайци мен цигун алаңы ашылып, қала тұрғындарын қуантты. Қазір тайци және цигун жаттығуларына арналған алаңдамыз. Мұнда жаз бойы денсаулықты жақсарту үшін балалар мен барлық тілек білдірушілерге арнап тегін сабақтар өткіземіз. Жаттығулар жүйке ауруларын қалпына келтіруге көмектеседі. Әсіресе тайци, цюань адамның психологиялық жағдайын жақсартуға септігін тигізеді. Тайци жаттығулары ауырсынуды жеңілдетіп, икемділік пен тепе-теңдікті жақсартады. Көбіне ол буындарды тұрақты ұстап тұруға. Бұлшық ет жүрек пен өкпені нығайтуға көмектеседі. Сондықтан онымен айналысу үшін бірнеше талапты ұстану қажет. Ал Жанат Тұяқбаев цигунмен машықтануда сабырлық пен босаңсу, дұрыс тыныс алу маңызды дейді. Вот именно начиная с 22 марта. Цигунмен 22 наурыздан бастап табиғат аясында айналысады. Яғни біздің халқымыз сияқты Қытай халқы күн мен түн теңескенде, ағаштар гүлдеп, табиғат оянғанда, таза энергия бөлінетін кезде далаға шығады, салауатты өмір салтын ұстанады. Пенсионерге арналған сол ұйымға барып, сонда жазылып, Жанат деген азаматпен таныстым. Сол Жанат өте жақсы біледі екен осы цигунды. Өзі Қытайға барып, Ресей жеріне барып, көптеген өзінің тәжірибесін жақтылап тұрып, ұштап, осында келіп қазір бізге осындай сабақ беріп жатыр. Сондықтан маған ұнайды. Осы алаңда тайци және цигун техникасымен айналысып жатқан ересектерден бөлек ушуге қызыққан балалар да болды. Бұл мерекелік іс-шараға Ушу федерациясы да қатысып, өнерлерін көрсетті. Ушу можно разделить на много разных направлений. Есть внешний. Ушу әртүрлі бағытқа бөлінеді. Оның сыртқы және ішкі стильдері бар.
Міне, ата-әжелер ішкі стильді, яғни олар іштегі энергиямен жұмыс істеуді көрсетті. Ал балалардың қойылымынан сыртқы стильді көрдіңіздер. Ол икемділік пен ептілікті, буындардың қозғалғыштығын дамытып, иммунитетті жақсартады. Сколиоз, шораяқ, шорбуын сияқты омыртқа ауруларын алдын алады. Дені саудың жаны сау демекші, салауатты өмір салтын ұстанамын деушілерге тайзи және цигунмен айналысуға болады. Елорда тұрғындары үшін енді әр сенбі жексенбіде тегін шеберлік сағаттары өткізіледі. Мықты денсаулық пен белсенді ұзақ өмір сүрудің кепіліне айналған бұл гимнастика барлығына қолжетімді болмақ. Қазақ келіні деген байқауының жеңімпазы болыпсыз. Енді келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді. Оған күмәніміз жоқ, керегелеріңіздің алтын екеніне. Жаңа байқау туралы айтып кетсеңіз, қандай байқау, кімдер қатыса алады, кімдер қатысқан болған дейін, қандай талаптары бар бұл байқауда жеңімпаз болу үшін? Енді бұл сұрақтың басын былай бастайыншы. Әйел адам бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Бүгінде мені осы бір студияға келе жатқанда, астында менің 5 айлық балам мені күтіп отыр. Кішкентай баламды құшақтап, үйде отырсам да болады. Бірақ сонда да қоғамға өзімнің, үйде ана болсам, қоғамда өзімнің айтары бар, дана болуға тырысып, қазір шығармашылықпен айналысып отырмын. Келін болу деген ол бір мектеп қой. Сол жерде бас жүлдені алдым, ол жерде келіндік шай құю, мынау тамақ мәзірін дайындау, қонақты күту, бесікке салу, дәстүрді көрсету, сұраққа жауап әртүрлі 2 күндік шара өтті. Енді бағым жанып сол жерде, мен сол жерде бас жүлдені иелендім. Және осы бір конкурс мен үшін ыстық, себебі сол конкурсқа да 2 айлық баламды құшақтап апарған есімде, ол 2-ші қызым болатын, Зере деген. Зере деген қызымның атын сол жерде азан шақырып сахнада қойдық, көрініске бір ұштасып кетті әдемі. Бір конкурс болып жатқан кезде сол жерде өнерімді көрсетемді, сахнаның артына жүгіріп барып, тамақтандыра қоямды, қайтып келемін. Сондай бір жанқиярлықпен қатысып, сондағы менің осы бір қазақтың қызы болып, енді қазақтың келіні болған кезде өзімнің сол нағыз келінге лайықты екенімді көрсетем деген ниеттен туған нәрсе ғой. Одан кейін міне уақыт өте келе, енді біз келіндік қызметіміз қатар жүрді. Одан кейін ханымдық 30-дан асқаннан кейін ханым ретінде қазақ ханымы деген үлкен жоба болды Алматы қаласында. Оған да қатысып бағымды сынадым. Ол жерден дипломант атандым. Одан кейін отбасымызбен мерейлі отбасы конкурсына қатыстық. Ол жерде де өзім сол шығармашылықты қолыма алып, атам өзі әнін жазды, мен сөзін жаздым, мерейлі отбасы деген ән шығардық. Сондай бір дәстүріміздің бәрін жаңғыртып, сахнада ол жерде баламның, 3-ші баламның тұсауын кесіп, сондай бір керемет шығармашылық. Бұл бөлек әңгіме, бұл отбасыма арналған, бұл бөлек эфирде айтуға да жасауға болады. Сондықтан енді келін ретінде әрине түзде қоғамның белді бір мүшесімін де өзімді санаймын. Үйде бірақ ақ жаулығы басына тағылған, қолында оқтауы бар, қонағын құшақ жая қарсы алатын келіндердің бірімін. Белгілі үндінің қоғам және саяси қайраткері Махатма Ганди халықтың рухани дамуын жануарға деген қарым-қатынасынан байқауға болады дейді. Елімізде жылына 350 мыңнан астам қаңғыбас жануарлар тіркеледі. Егер ондай жануарға пана болғыңыз келсе, не істеу керек? Бірге білейік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сүйенсек, әлемде шамамен 200 миллион қаңғыбас ит бар. Қаңғып жүрген жануарлар көбейсе, ол әртүрлі жұқпалы аурулардың көбеюіне алып келеді. Сондықтан, қаңғыбас ит мысықты көрсеңіз, оны жануарлар үйіне апарыңыз, не асырап алыңыз. Егер пана боламын десеңіз, міндетті түрде ветеринарлық ауруханаға апару қажет. Мал дәрігері жануарға толық тексеру жасайды, көзінің термометриясын істейді, кілегей қабатын қарайды, ауыз қуысын қарайды. Даладан алған жануарға 10 күн карантин, содан кейін жаңағындай уже дегельминтизацияны бастайды. Одан кейін уже жыл сайынғы міндетті түрде алынатын екпесін салады жануарға. Өкінішке орай бізде андай қазақи менталитетке жатпайды дегендей естиміз, енді осы жерде де болады. Енді қанша қазақ болсын, кім болса да ол тірі жануар ғой, енді судың да сұрауы бар, сол істеген нәрсем үшін сұраламыз. Сол үшін бүкіл нәрсеге тиянақты дұрыстап мұқият қарау керек. Алдыңыз ба, болды, енді бастадыңыз ба,
соңына дейін бару керек. Ол ауырады, енді ол тірі организм ғой, ол үйге келіп жаңағыдай неше түрлі жерге дәрет сындырады, біреуін аяқ киіміне, біреуін кроватына, жататын жеріне барып сөйтіп кетеді, тырнайды, бүкіл мебелін бітістін сарады ғой. Енді соның барлығына кішкене сабыр сақтау керек болады. Оның барлығын үйретуге болады, әрине. Кішкентай досыңыздың жағдайын жасауды ұмытпаңыз. Оған тамақ пен суға арналған ыдыс, жүнді тарайтын щеткалар, арнайы сусабын мен төсек және тырнайтын құрал алыңыз. Сонымен қатар оған арнайы орын дайындау керек. Яғни үй өсімдіктерін жоғарыға көтеріп, тұрмыстық химия заттары мен ашық сымдарды жасырған жөн. Как-то проходя вот Мен көшеде кетіп бара жатқанымда шөптің арасынан мияулап жатқан марғаудың дауысын естідім. Жүрегім зу етті. Қарасам алақанға сиярлықтай кішкентай марғау. Оны үйіме алып келдім. Содан бері міне 13 жыл бойы бізбен бірге. Мысалы, жылап жатқан баланың жанынан өтіп кетпейсің ғой. Сол сияқты жануарлар да тіршілік иесі. Көшеден ит, мысық алуға қорықпаңыздар. Менің осындай 2 мысығым бар. 2 кошки, подобраны с улицы. Халқымыз итті 7 қазынаның бірі деп адалдық символына балаған. Үй жануарлары адамға сенімді дос. Олай болса, кішкене достарымызға қамқор болайық. Сіздің жалпы «Мен қалаған әке» деген кітабыңыз бар. Сен қалаған. Сен қалаған, кешірім сұраймын. Сен қалаған әке. Жалпы бұл тақырыпты зерттеу қайдан келген ой, бір нәрсе түрткі болды ма? Әкенің мейіріміне шомылып өскен қызбын ғой. Әкенің мойнына асылып, бір сондай жасөспірімдік шаққа дейін әкем мені арқалап жүрді деп айталам. Марқұм болып кетті әкем. Бірақ сол кезде, сол балалық шақта бір ана туралы бір ән тыңдаған кезде, бір ана туралы өлең, жыр, кітап оқыған кезде, осы неге әке туралы жыр жазбайды екен, әке туралы неге ән шырқалмайды екен, неге әке деп еміренетін бір адам жоқ екен деп ойлайтынмын. Ана десек біз бәріміз барымызды жалып бір ананы сипаттауға бір дайын тұрамыз. Ол да заңдылық қой. Ал әке дегенде кім десеңіз, әке енді сол отбасының асыраушысы деп жай ғана бір жауып қоя саламыз. Ал соншалықты біз жан дүниемізді анаға беріп жатқан кезде неге әке сол ананың көлеңкесінде қалып қояды деген бір ой мені неше жылдар бойы мазалап келді. Көп әке туралы кім жазды екен осы, қандай кітаптар бар екен бүгінгі күнде сатылымда, тағы сөрелерде қандай кітап бар екен, қандай кітапқа негіздесем екен деп өзім іздендім. Бірақ шыны керек, мен ондай кітапты таба алмадым. Бұл енді қоғамға қажеттілігі осы жерде көрініп тұр ғой. Сонда қазір кезде қоғамда әке тақырыбы мүлдем жабулы, қазан жабулы күйінде тұр ғой. Ешкім ол тақырыпты қозғағысы келетін де шығар. Мынау әртүрлі бағдарламалар болып жатады, ток-шоулар болып жатады, шет жағасы көтеріліп жатады, көріп жатам. Бірақ толыққанды бір дүниені жасауға әлі де керек секілді. Осы бір тақырыпты қоғамда қозғап, өзімнің тарапымнан ұстаз ретінде, қаламгер ретінде, жаңағыдай бір зерттеуші, жас зерттеуші ретінде не жасай алам деп ойланып жүрдім да. Сол дүние ойым қортылып ол тәжірибемен, біліммен толысып келді де, бір 37 жасымда осы бір кітаптың келуіне бір ықпал етті. Бұл енді жай кітап, бұл өзімнің әкем туралы естелік кітап емес. Бұл қоғамға кәдімгідей қазір кім әкесін қабылдағысы келеді, кім әкесін түсінгісі келеді, әкемен қарым-қатынасты дұрыс қалыпқа түсіргісі келетін әрбір тұлғаға арналған сондай бір керемет құрал деп айта аламын. Рухани психологиялық бағытты таңдадым. Бұл жерде құндылығы неде? Бұл кітапты жай ғана оқымайсыз, онымен жұмыс жасайсыз. Бұл кітапты оқыған кезде міндетті түрде сізде қасыңызда блокнот пен ручка болады. Әрбір тақырыпты сізге түсіндіргеннен кейін міндетті түрде жасайтын тапсырмалар болады. Адамзат баласына айтатыным, әкең ол сенің идеалды әкең. Ол жақсы болсын, ол жаман болсын, оның кемшілігі болсын, сен оны қабылдағың келсе де, келмесе де, ол сенің идеалды әкең. Ал қабылдамайтын адамдар бар. Қабылдамайтын адамдарға арнайы өзінің жасалатын арнайы техникалар бар. Осы әкені қабылдауға арналған менің өзім зерттеуімнің қорытындысында бірнеше осы техникалардың тізбегін жасақтап дайындап қойдым. Әкені ақтап алу деген техника бар. Іштей ақтап алу ма? Иә, іштей ақтап алу. Өзіңіз әкеңіздің жалпы сіз қабылдамайтын кемшіл тұстарын жазасыз да? Кемшіл тұстарын. Мысалы, әкем ақша таппайды, әкем бізге уақыт бөлмейді, әкем бізді тастап кеткен, әкем бізге алимент төлемейді, тағы басқа кім екенін көп қой толып жатқан.
соны сіз ақтап аласыз. Әкенің рөліне түсесіз де өзіңіз ақтайсыз соны. Әкем ақша таппай, демек қазір уақытша шығар. Әлі де әкем жаңағы жұмысы жақсарып, әлі де бізге сондай өзінің қамқорлығын төгетін шығар деген мақсатта ақтап аласыз, көрдіңіз ба? Сіз өзіңіздің ойыңызды өзіңіз өзгертуге мүмкіндігіңіз бар ғой, бұл техникалы, техника арқылы. Сосын ішкі диалог деген бар. Ішкі диалог техникасында ол да сіз өзіңіздің рөліңізде және әкеңіздің рөліңізде сіз айта алмаған дүниені мына диалог арқылы жаңа айта бастайсыз. Әке, сізге не болды? Бізді неге сонша тастап кеттіңіз? Бізді көргіңіз келмеді ма? Біздей бала бар екенін сіз білгіңіз келмеді ма деп іштей, бұның бәрі іштей болады. Жазасыз кәдімгідей. Жазасыз да, сосын өзіңіздің орныңызды сол әкеге қоясыз да, жауап бересіз. Балам, ол кезде менде мүмкіндік болған жоқ. Біз анаңмен арамызда осындай түсініспеушілік болғаннан кейін сені көруге мүмкіндігім болмады. Көрдіңіз ба? Міне осы нәрсені жасағаннан кейін сіздің ішіңізде әкеге деген қатып қалған мұз біршама жіби бастайды. Сіз әкені уже басқаша түсіне бастайсыз. жылы Спектрум халықаралық мектебі білім орта қорының қолдауымен құрылды. Ол еліміздегі оқу орындары арасында өте жақсы нәтиже көрсетіп, үздік мектептер қатарында. Жыл сайын Спектрум мектебі Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Unity Day қайырымдылық жәрмеңкесін ұйымдастырады. Дәстүрге айналған бұл мерекені оқушылар мен ата-аналар, сондай-ақ мұғалімдер қуана күтеді. Өйткені қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы оқушылар жақсылық жасауды үйренеді. Бізде Спектрум енді халықаралық мектеп болғаннан кейін Unity Day деп 10-шы рет ұйымдастырылып отыр. Бізде ата-аналар, ұстаздарымыз және оқушыларымыздың қатысуымен 20 елдің мәдени мұралары, тарихы, тағамдары таныстырылады. Бізге атсалысқан, ата-аналарға атсалысып жатқан бұл біздегі Нұр-Сұлтан қаласындағы елшіліктер. Қазіргі кезде 7 елшілік бізге осы іс-шараға өздері келіп қатысып, өнімдерін ұсынып, сонымен қатар отандық және шетелдік мекемелер, ұйымдар қолдау жасап жатыр. Бұл жерде Нұр-Сұлтан қаласына келген көптеген шетелдік азаматтар өздерінің балаларын осындай біз сияқты халықаралық мектептерге береді. Біздің енді мақсатымыз бұл жерде шет елдің азаматтардың басын қосып, осындай үлкен халықаралық мекемелерде Қазақстанның да дәстүрін, біздің отанымыздың салт дәстүрін, тағамдарын үйреніп, осы жердің жақсы мүмкіндіктерін пайдаланып, жақсы өзінің бойына қабілеттер енгізіп, өз отанына барған кезде де соларды бір қолданса деген ойдамыз. Жалпы 1 мамыр халықаралық ынтымақтастық бейбітшілік күніне орай бүкіл ата-аналар ұжымы болып, мұғалімдер, оқушылар болып, осы шараны бірге өткізеді. Негізгі мақсат ұлттар арасындағы бейбіт өмірді, ынтымақтастықты, достықты насихаттау. Біздің енді қор тарапынан бұл Спектрум Астана қаласында өткізіп жатсақ, дәл осы таңда Алматы қаласында тағы бір мектебіміз осындай іс-шараны ұйымдастырып жатыр. Әрине, бұл жәрмеңке түрінде өтеді. Жәрмеңке түрінде болғандықтан белгілі бір табыс қаражат түседі. Табыс қаражатында мұқтаж жандарға, мұқтаж отбасыларына, соларға табысталып отырады. Бұған ата-аналар да, оқушылар да өз қызығушылығы болу мақсатында осындай іс-шара ұйымдастырылды. Бүгін Ұлыбритания елін таныстырудамыз. Үйде дайындалған түрлі тағамдарды және кітаптарды сатып жатырмыз. Негізгі тақырыбымыз Гарри Поттер. Шынымды айтсам, бұл менің бірінші жәрмеңкем. Дайындық барысында барлығымыз Англия туралы достарымыздан, таныстарымыздан сұрадық. Олар әртүрлі рецепттермен сол елмен байланысты заттарды табуға көмектесті. Осының бәріне 2 аптадай дайындалдық. Бүгін бірлік күніне көптеген елдер қатысып, қайырымдылық қорына үлесін қосып жатыр. Менің таныстырған елім Пәкістан. Бұл ел мәдениет пен дәстүрге өте бай. Ал мектебім Спектрум маған ұнайды. Жақсы мектеп, сапалы білім беретін білікті мұғалімдері бар. Наш класс представляет. Бүгін біздің сыныптың қыздары Қытай халқын таныстырды. Осы іс-шараға қатысып, балаларға жақсы әдеттерді қалыптастыруға көмектескенімізге қуаныштымыз. Бүгін Судан елін таныстырып, осының барлығын дайындап, халыққа ұсынғанымызға қуаныштымыз. Мұнда тұрған заттың бәрі Судан елінен келген естелік бұйымдар.
Менің 3 балам бар. Үшеуі де осы спектрум мектебінде оқиды. Біріншісі 9 жаста, екінші балам 6-да. Кішім бала бақшаға барады. Осы оқу орны өзіме ұнайды. Мұғалімдері білікті, әкімшіліктері барлық сұрақтарға жауап береді. Ұйымшыл әрі жылы шыраймен қарсы алады. Спектрум мектебі халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес ТМД-да аккредиттелген. Онда оқушылар отандық және британдық білім бағдарламасы бойынша оқиды. Біздің мектебіміздің ерекшелігі барлық сабақ ағылшын тілінде өтеді. Мұнда әр баланың құқығы бар, әрқайсысын тыңдаймыз. Олардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысамыз. Балалардың білім алып қана қоймай, сонымен қатар уақыттарын қызықты әрі тиімді өткізуіне мән береміз. Кішкентай балалармен алғаш рет жұмыс істеуім. Мен үшін әр бала ерекше, және оқу барысында олар қабілеттерін дамытады. Осы оқушыларды Қазақстанның болашағы деуге болады. Өйткені әркімнің еліме пайдамды тигізем деген мақсаты мен армандары бар. Оны балалардың көзінен анық байқадым. Осы мені қатты қуантады. Енді осы жерде әке мен қыздың тәрбиесіне келейікші. Жалпы бұл үлкен тақырып сияқты, иә. Тұлғаны қалыптастыру үшін, қызды қоғамда қалыптастыру үшін әкенің рөлі өте маңызды дейді. Мысалы, мынандай жағдайлар болады. Қыздар есейе келе өзіне жар таңдаған кезде серіктес емес, керісінше қамқорлық іздейді. Қыздардың идеалды әке жасап алу ойлар сияқты. Содан туындаған әсер да. Бұған не айта аласыз? Енді бұл жағдайда жаңа сіз жақсы айтып отырсыз, қыз баланың тәрбиесі, болашақта жар таңдауы, отбасын құруы, қарым-қатынасын құруы бар әкеге байланысты. Өйткені қыз баланың алғашқы көрген ер азаматы ол өзінің әкесі. Ол әкесі қандай сөз айтады отбасында, анасымен қандай қарым-қатынас жасайды, және қалай еркелетеді, қалай тәрбиелейді, соның бәрін бойына сіңіріп өседі. Ол дәл сондай әкені іздей бастайды. Ол өзі де іздемеуі мүмкін, өзі дәл соны табам деп іздемеуі мүмкін, бірақ сол программа оған жазылып қалады. Көрдіңіз бе? Сол программа түйсікке жазылып қалғаннан кейін, мына түйсік, ол қыздың түйсігі дәл сондай әкесіне ұқсайтын ер азаматтар тарта бастайды. Көрдіңіз бе? Сол адамдармен ол жақсы тіл табысып кетеді. Көбінесе қыздардың сөзі бар ғой, сен менің әкеме ұқсайды екенсің, қылықтарым мына жерде. Ол сол неден деген кезде, сіз уже түйсікке ол программаны орнатып қойдыңыз қыз кезіңізде, көрдіңіз бе? Ал енді бір жағынан бар, әке қызын еркелетіп, барын беріп, қамқорлығын көрсетіп, енді қамқорлық дегенде артық қамқорлықты айтып отқан жоқпын. Қамқорлықтың екі түрі бар. Артық қамқорлығы бар, тиісті қамқорлығы бар. Өзінің тиісті қамқорлығын беріп, еркелетіп өсіретін болса, ойын ашық айтуға, ашық әңгіме айтуға, проблеманы бірлесіп шешуге, бірлесіп бірлескен бір әрекеттерді жасауға, мысалы ойнауға, бірге серуендеуге бағыттап өзінің жұмысын әке солай қызын тәрбиелейтін болса, сондай қыздан Алла қаласа қылықты әйел шығады. Осы сұхбатқа дайындаларда бір оқиға оқып қалдым. 1905 жылы шыққан роман екен. Джек Лондонның Мартин Иден деген кітабын білетін шығарсыз. Сол жерде бай бағланның қызы Руф, жаңа кедей кепшіктің ұлымен танысады ғой. Сол кезде айтады, мен сені идеалды, өзімнің әкем сияқты идеалды жасап алам деп. Руф бай бағланның қызы кедей кепшікке айтады. Бұл былай қарап тұрсаң, 1905 жылы шыққан романда осындай сөздер бар екен да. Яғни бұны шынымен де алдын алу керек сияқты. Енді мені бір мазалайтын дүние, құндылық осы қоғамда жалғызбасты әкелер, иә. Енді жалғызбасты ана дегенді көп естиміз. Енді қыз келіншектер былай қарасақ бір икемді болады ғой, жан-жақты. Жаңа өзіңіз айтпақшы, бір қолымен бесік теріп жатса, бір қолымен ісін жасап жатады деген сияқты. Бірақ жалғызбасты әкелерге қарағанда бір мұңайып қаласың. Иә, мұңайып қаласың. Көздерінде де мұң бар секілді, қалай асырайын, болашақ қалай болады. Бұл жерде ортаның әсері. Оны қоршаған ортасы, досы кім ол кісінің? Ағайыны кім, туысы кім, бауыры кім? Осылардың ықпалы оған жақсы әсер етеді. Біз оны, сіз жалғызбасты қалып қойдыңыз ғой деп езе беретін болсақ, ол езіле береді.
Сондықтан да оны серпілту керек. Иә, адамның басына не болмайды деп досы келіп, кәне көтер кәне басыңдағы бөрікпе орамал ма деп біз жігерлендіреміз ғой, Мұхтар Шаханов ағамыздың өлеңін айтып. Сол сияқты жігерлендіру керек, міндетті түрде ол ортасы соған әсер ету керек. Бірақ енді мен ойламаймын, жалғыз басты әке өмірден жалғыз басты болып өтеді екен деп. Бірақ енді ауыр жағдайды әрине басқа салмасын, бірақ ол адамның ғана басында емес қой ол жағдай. Қазір түрлі жағдайды әр отбасында бар, түрлі бір-біріне ұқсамайтын жағдай. Бірақ әр отбасы шырылдап мен басымда осындай жағдай деп жар салып жатқан жоқ, олар өздігінен жол тауып жатыр. Бұл жерде жол табуды үйрену керек, ізденуді қарап отырмау керек. Аспаннан салбырап ештеңе түспейді. Сен өзіңді өзің жігерленді, ішкі мотивацияңды іске қосып, алға қарай жетелеу керек өзің. Өкінішке орай дейтін бір сұрағымыз бар. Жалпы қоғамда белең алып жатқан тағы бір мәселе ол ұстаздар, ер ұстаздардың азаюы. Ер ұстаздардың азаюы. Соның салдарынан, білім ошақтарында ер мұғалімнің жоқ болуынан ер азаматтар бір қызға тән бір қасиеттер. Өзіңіз байқайсыз ғой, қалыптасады ғой қызға тән бір қасиеттер. Неге бір ер азаматтар осы салаға қызықпайды? Ақшасы азынан ба? Білмедім осы жағын. Сіз енді ұстаз ретінде, әке туралы кітап жазған автор ретінде айтып өтсеңіз, өзіңіздің ойыңызды. Бұған дейін бұдан 2 жыл бұрын осылай болып келді, бірақ соңғы бір 2 жылда өзгеріс байқалды. Байқалды. Себебі мынау ер азаматтардың да жаңағыдай жұмыссыздық мәселесі, сосын мынау мұғалімдердің жалақысын көтеруі, әл-ауқатының дұрысталуына барлығына сайып келген кезде ер азаматтар да жайлап осы мектепке қарай ығысып жатыр. Яғни бұл жерде ақша болды ғой мәселе, Мәселе ақша болды. Бірінші кезде мен мұғалім болсам, азаннан кешке дейін далада жүрсем, сол тапқан ақшамды мен семьямды асырай алам ба, алмайым ба деген ода сұрақ тұрды ғой. Және мынау ер азамат негізі ақылдың адамы ғой. Ол ақыл, әйел адам ол эмоцияның адамы. Эмоциямен шешім шығарады. Эмоцияның адамы. Ол ақылмен болғаннан кейін бір жаңағыдай бір ер азаматтық бір өзінің болмысын көрсететін жұмыстарда істегісі келіп, бір сондай мамандықтарда, сондай бір салаға қарай былай бетбұрыс бола берді да. Бірақ түсіне бастады ер азаматтарда. Мектеп ол менің балам, сенің балаң оқып отыр. Ол балаға да сенің мейірімің керек екенін түсініп жатыр. Біздің мектебімізде, Аллаға шүкір, мектеп директоры Бибігүл Қуанышқызы деген сондай мықты қазақтың рухты қыздарының бірі, сол бірінші ер азаматты алуға тырысады мектепке. Неге? Себебі менің, сенің балаларыңды ер азамат тәрбиелесін деген ол кісіде сондай ұстаным бар. Басшы осындай көрегенділік көрсетіп жатса, айналасына осындай ер азаматтарды жинап жатса, әрине ол проблеманың шешілгені. Қазір мектебімізде 20-ға жуық ер азамат жұмыс жасайды. Ол жай ғана жұмыс жасамайды, олар жаңағы өзінің жетістігін көрсете алады. Жетістігін өзінің жаңағы білімдегі, спорттағы, тағы басқа саладағы. Сонда олардың жетістігі, біздің әйел азаматтың жетістігіне қарағанда ер азаматтың жетістігі балаларға күшті мотивация береді. Көрініп тұрады, көрініп тұрады. Бізде сұрақ-жауап айдарына кезек берсек, содан кейін ақырындап аяқтай жатармыз. Енді сізге екі сөз жасырам, соның біреуін таңдауың керек боласыз. Сіз оған тез әрі ойланып жауап берсеңіз болады. Дайынсыз ғой? 4 сөзіміз бар. Өзіңіз қалаған қасиетті алу мәртебесі бұйырып тұр сізге. Адамның ойын оқу немесе көзге көрінбей қалатын қасиет. Невидимка деп айтамыз. Соның біреуін таңдаймын. Біреуін таңдаймын. Адамның ойын оқу. Жақсы, екіншісі, алдыңызда сіздің кумиріңіз тұр, тек бір ғана әрекет жасауға болады. Суретке түсу немесе өзіңіз қалаған кез келген сұрақты қойсаңыз. Өзім қалаған кез келген сұрақты қояр едім. Жақсы. Сіз келесі өміріңізде жануар болып қайта дүниеге келесіз. Бірақ таңдау өзіңізде. Қай жануар болып? Қасқыр болып. Қасқыр, не себепті? Қасқыр деп жағымсыз естілгенмен негізі қасқырдың қасиеті өте мықты. Жақсы. 4-ші сұрағымыз, сізде $1 миллион тұр, қолыңызда. Кітап шығаруға жұмсап, атақ мадақталу немесе барлығын қайырымдылық қорына бере салу? Қайырымдылық жасау шығар. Жақсы, Баян ханым, осымен 90 сөздің толықтайын түйіндедік. Уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Баянды ғұмыр тілейміз сізге. Сонау ат терлетіп, Бурабай қаласынан келіп тұрсыз. Рахмет, елге сәлем айта барыңыз. Сәттілік, күшті ақпарат бердіңіз бізге. Жақсы, рахмет, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Осындай қазақтың ер азаматтары мықты сіздердей бола берсін. Айтқаныңыз келсін, рахмет сізге.
келесі аптаға дейін жүздескенше демалыс күндеріңіз жақсы өтсін.